Кедей отбасы. Екінші бөлім. Тіркеліп, лайк басып кет. Анашым, насу неге соншаңдай? Кір. Отағасы, неге сонша ондай? Енді, не істейміз? Басқа ері таппаған соң осы үйді ала салған. Соғанда шүкір етейік енді. Жоқ, мен шүкір етем, бірақ сол біртүрлі екен. Ұнамады маған. Қызым, қой берші енді, болды. Иә, далаға жуа салады анан. Мен де жуай деген ғой просто. Мен неше ыдыстарды алайын? Анашымның ыдыстары атылып қалды. Ала салыңыз өзіңіз. Как раз мына жерден осындай бар екен. Қызым, болды, жуайық осы жерге. Жарайды. Олар жуып жатыр. Мына теледидарды қызық болмай кетті. Жүре салайыншы. Мынау неге әлі жанып тұр? Тур, қашан өшеді мынау? Неғып өшпей кетті? Өшсейші. Адам шаршатпай. Еш нәрсе жоқ істейтін. Басқа киімдерді киіп көрейін бе? Қойшы, бірақ өзім киім әдемі. Кітап оқиыншы онда. Жарайсың қызым, бәрін істеп қойдың. Рахмет, апа. Енді жүріңіз. Отағасына шілектерді судағы көтершерші. Жарайды, көтерсем ғой. Есік ашық тұра берсін, е? Иә. Ашық тұра берсін. Мұнда қоя бер, қызым. Болды. Көмекшім менім. Сен болмаса мен қайтер едім. Апа, біздің ініміз болмай ма осы? Оны білмейді екенмін. Қой берсін енді. Мынаны қайда қояйын? Ауыр болып баратыр что-то. Ана жерге қоя сал. Ана жерге ма? Ауыр екен ғой жүді. Қызым, сен дүкенге барып келесің бе? Дүкенге? Жарайды. Маған ақша берсеңіздерші. Қазір кеп берейін. Қызым, ақшаны көріп қоймау керек, айтпесем алам деп шығады. Мына жерге тығып қойған едім. Апа, не істеп тұрсыз? Мен еш нәрсе көрмейді деп ойлайсыз ба? Еш нәрсе, жай әшейін тұрмын ғой. Апа, артыңызда не тұр? Ой, әшейін кімді дүкенге жұмсайын деген, соған ақша алып жатырмын. Ол біздің стипендиямыз ғой, теспесеңізші. Қызым, қой берші, болды. Зорға алдым ғой. Міне, қызым барып келе ғой. Әпкем бармай ма? Барса барсын. Оны өзім білесің. Жарайды, мен қазір шақырып келем. Әпке. Не болды? Неге сенде ақша бар, менде неге жоқ? Менде неге жоқ? Дүкенге барып келейікші екеуміз. Мама бізге дүкенге бар деді. Жұмыртқа ананы аламыз. Жарайды. Айтпақшы, мен қазір ана жердегі немен пакетті алып келейін. Бір пакетті көп күнге жарататын болдық қой осы. Ақшаны соның ішіне сала сал. Болды, апа, біз бара жатырмыз. Неге есікті ашып қойғансыздар? Жарайды, қой берші. Болды. Әпкесі, телефоныңыз қашан алғансыз? Қалтамда жүрген ғой. Болды, өзін ала берші, мен ақшаны ұстап тұра берем. Жарайды. Бізге не керек өзі? Жақсы, бұл өзімде кішігірім ақша болғаны. Не керек бізге өзі? Қыртқабат алайын, огурцы, помидор, бумага салайын. Сәлеметсіз бе? Ет алайын, балық алайын.
О, жұмыртқа керек еді, как раз болды ғой. Сүт ала салайын. Болған сияқты. Айтпақшы, ең керегі нан ғой. Бізге нан керек. Мына жерде не керек екен? Бұл жерде жануарлар, ыдыстар бар екен мұнда. Бірақ бізде ыдыстар бар ғой, керек емес. Мұнда... О, бірақ біздердің андайы жоқ, сол үшін керек емес. Азық-түлік қана керек бізге қазірге. Алып болдың ба? Бұл тез алшы. Қазір мен алып болайын деп қалдым. Мынаны ала салайын. Әпкесіз кітап оқисыз, иә, не болды? Жай әшейін сұрағанмын. Мынау керек емес енді. Мына неге керегі бар, бірақ. Болды, менде кішігірім ақша бар еді. Сенде де ақша бар ма не? Иә. Мынаны есептеп беріңізші. Жақсы. 4000 теңге. Мына алыңыз. Рахмет. Оқасы жоқ. Сау болыңыз. Мына ақшаны не үшін алып сонда мен? Енді қой берші, үш нәрсе етпейді. Тіпті бізде ақша артылып қалды, жақсы емес пе қайта? Білем ғой, жақсы екен. Мына неге шықырлап қоймай жатыр сонша? Сіздер артықса тартып алып бар жатырсыздар ма? Жоқ. Не аламыз біз? Бәрін төлеп қойдық. Тұрсаншы, не ақып жүрсің мен қасымда? Жақсы кетейікші бұл тез. Жарайды.